Қамыры жұмсақ болып шығатын медовикті дайындаймын. Газге құятын ыдысқа шекер, мед, жұмыртқа, сұйық май құйып араластырамыз. Газдың астын орташа отта қойып, шекер ерігенше былғаймыз. Міндетті түрде қасықпен былғап отыруымыз керек, және де қатты қайнатпаймыз, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Шекері еріген бойда оттың астын сөндіріп, бір ас қасық сода салып араластырамын. Келесі енді ұнды електен өткізе отырып, аз-аз бөліктен салып араластырамын. Ұнымызды осылай аз-аз бөліктен салып араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды көп қосудың қажеті жоқ. Көп қосатын болсақ, онда коржиктеріміз қап-қатты болып шығады. Қамырымызды ұстағанда қолымызға сәл жабысқақтау болады. Енді біздің тестіміз дайын. Оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Менде 7 бөлік шықты. Енді пергамент қағазын төсеп, қамырымызды оқтаумен жазамыз. Жұп-жұқа болу керек, артындағы қағаз көрініп тұратындай. Енді осыны 200 градуста пісіріп аламыз. Барлық коржиктарымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Енді айналасын тегіс болу үшін осылай мен қақпақпен кесіп аламын. Міне барлық коржиктарды дәл осылай кесіп дайындап қойдым. Енді ортасына салатын кремін дайындаймын. Бөлме температурасындағы сары май мен варенье сгущенканы миксермен біртекті масса болғанша араластырамын. Ал енді мен барлық коржиктарыма кремімді жағып құрастырамын. Тортты құрастырып болдым. Енді айналасында қалған бөліктерімді целлофанға салып, осылай оқтаумен езіп шығамын. Енді осы ұнтақты торттың бетіне, айналасына жағамын. Осымен балды торт дайын. Холодильникке бірнеше сағатқа қойсаңыздар, одан сайын жұмсақ болады. Мен тортты бірден кесіп сіздерге көрсетемін. Видеода көргендеріңіздей балды торт өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге бұл рецепт ұнайды деген ойдамын. Дәл осы рецептпен сіздерде дайындап көрсеңіздер болады.